Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен 18 қазан күні рухани келісім күніне арналған музей сабағын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рухани келісім күні халық бірлігінің белгісі деп аталады. Олай болса, сабағымызды бастайық. Әлем картасын алып қарасақ, Қазақстан жер шарында кішкентай ғана орындалады. Дегенмен Қазақстанның жері үлкен, батысында Каспийден, шығысында Алтайға дейін, солтүстігінде қайыңды сілемелерден, оңтүстігінде Іле Алатау жоталарына дейін аумағы 2.724.000 километрді, Азия аумағының 6,1% алып жатқан үлкен территория. Оны сіздер де біздер де жақсы білеміз. Халқымыздың би шешендері мен ақын жыраулары әрқашан өсиетті сөздері мен ғибратты толғауларында, өздерінің өлең жырларында өзара келісімді насихаттаған. Майқы бидің алтау ала болса, ауыздағы келеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді деген нақыл сөзі қанша ғасыр өтсе де, күні бүгінге шейін өзінің мәнін ешқашан жоғалтқан емес. Және де жалпы кез келген әлемдік діндерді алып қарайтын болсақ, адамдардың өзара қарым-қатынасында бейбіт болуын және де елдердің қарым-қатынасында бейбіт болуын әрқашан насихаттап айтатыны барлығымызға да белгілі. Елбасының игі бастамасымен елімізде қалыптасқан дінаралық татулық, ұлтаралық келісім ширек ғасырға татитын тәуелсіз еліміздің жеткен басты жетістіктерінің бірі. Қазіргідей алмағайып заманда өркениеттер арасында бейбіт келісімді сақтау өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда діндер арасындағы бірлікті дамыту бүкіл әлемдік жауапкершілік. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев діннің қоғамдағы маңызды рөлін ескеріп, әр 3 жыл сайын әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін өткізуге ұйытқы болды. Заман күнде өзгереді, ал дініміз мәңгілік деген қанатты сөзді айтқан елбасы әлемдік дәстүрлі дін көшбасшыларын бір үстел басына жинап, ортақ мақсаттар туралы салиқалы сөз айтуға мүмкіндік туғызды. Рухани келісім күні Қазақстанда пайда болды. Дүниежүзілік рухани келісім конгресінің бірінші сессиясы 1992 жылдың қазан айында сол кездегі Қазақстанның бұрынғы астанасы Алматы қаласында өтті. Конгресс 18 қазанда өтуі кездейсоқ емес. Себебі 19 ғасырдың аяғында, яғни 1893 жылы 18 қазанда Чикаго қаласында осындай съезді шақыруға әрекет жасалған болатын. Алматыда адамзат тарихында тұңғыш рет барлық діндердің рухани қоғамдық ұйымдарының өкілдері, руханият мәселелерін толғандыратын белгілі ғалымдар мен мәдениет қайраткерлері бір үстел басында бас қосты. Міне содан бері 18 қазанда Қазақстанда рухани келісім күнін атап өтеді. Бұл бірлік пен кешірім, мейірімділік пен өзара түсіністік күні. Бұл барлық қазақстандықтар үшін маңызды. Қазақстанда түрлі ұлт пен дін өкілдері тұрады. Олардың барлығы достық пен келісімде өмір сүруде. Бейбітшілікті сақтау және халықтар арасында қақтығыстардың алдын алу үшін келісім мен бейбітшілік болу өте маңызды. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорында әртүрлі ұлт өкілдерінің туындылары сақталған. Оған себеп біздің облысымыз тағдыр тәлкегіне ұшырап келген ұлт өкілдерінің пана тапқан, ұрпақтарын өрбіткен, білімдерін алып, шығармашылықпен айналысқан ортаға айналды. Қазір сіз бен біз сол туындылармен танысатын боламыз. Карпунина Полинаның мешіт атты туындысына назар аударатын болсақ, шығарма 2011 жылы сулы бояумен орындалған. Біздің қаламыздағы жаңа да өте әсем ғимараттардың бірі мешітті жаз айында суреттепті. Картинаға қарап жаның тыныштанғандай, себебі суретші жылы және салқын түстерді пайдалана отырып, бір барқыт ерекше рең берген, қараған адамның жанына тыныштық сыйлайтындай дәрежеде. Яғни мешітке барғандағы адамның ішкі жан дүниесінің тазарғандығын көрсеткендей, бейбіт аспан астында адамдардың құлшылық етуге барып жатқандарын айқын көруге болады. Қарағандылық суретші Кондратьева Еленаның католиктік шіркеу атты шығармасы қағазбен ою техникасында шебер орындалған жұмыстардың бірі болып табылады. Қаламыздағы әсем де көрікті ғимараттардың бірі.
суретші қараңғы фонда шіркеуге ақ рең беру арқылы орындауы, әрі жарықта алдыңғы оң жағынан беруі, шіркеудің діннің адамның жанына тазалық сыйлайтындығын меңзегендей. Қарағандылық суретші Шигалихин Сергейдің 2003 жылы кенептен майлы бояу техникасында православтық шіркеу деп аталатын туындысында бұлтсыз ашық аспанның астында аталмыш ғимаратты суреттеген. Әрі адамдардың шіркеуге кіріп шығып жатқандығын аңғаруға болады. Жалпы жоғарыда 3 діни ғұрыптық орындар арқылы елімізде және еліміздің басқа да аймақтарындағыдай әр дін өкілдерінің ғибадат ету орындары бар. Бұл дегеніміз елімізде өркениеттер, діндер арасындағы бейбіт келісімнің бар екендігі дәлел болған. Тағы да сол автордың мәдениет өкілдері атты туындысында облысымыздағы мәдениет ошақтарында халыққа тамаша көңіл күй сыйлаумен қатар демалыс сыйлайтын адамдардың топтық портреті берілген. Бұл жерде сахналық образдармен бейнелеген. Және әр түрлі ұлт өкілдері, әрине дін өкілдері. Олар бір шаңырақ астында тату да ынтымақта өмір сүрумен қатар шығармашылықпен де айналысып жүргені бейнеленіпті. Петр Антоненконың әйелінің портреті деп аталатын шығармасында қызықты ақпарат айтуға болады. Петр Кузьмичтің өзі украин ұлтынан болса, әйелі армян ұлты. Қараңызшы, қандай жарқын әйел образы. Қара көздері мен бұйра шаштары әйелінің ғана емес, картинаға ерекше сұлулық беріп тұрғандай. Суретші әйеліне деген ыстық сезімін жаз мезгілімен теңеп суреттеген екен. Суретші Владимир Эйферттің келесі туындысының авторы және кейіпкері туралы қызықты мәліметтер келтіруге болады. Мәселен, суретшінің ұлты неміс, әйелі Елизавета орыс. Дегенмен басына шалма байлаған, сондықтан да шығарма шалма байлаған әйелдің портреті деп аталады. Суретші Алексей Цой ұлты кәріс. Назарларыңызда оның автопортреті. Сонымен қатар суретші мүсінде өзін сынап көрді және кәріс қызының керемет портретін жазды. Аспирант Маргарита Ли деп аталады. Ал шешен суретшісі Аманда Асуханов Үндістанға барған сапарында Үндістан әйелдері атты керемет шығармасын орындаған. Суретшілер қазақ қыздарының сұлулығына да тәнті болған. Суретші Харловтың орындықта терезе алдында отырған қазақ қызы студент Розаны қалай жазған қараңыз. Картинадағы кейіпкердің өзіне тән сымбаттылығын қаншалықты мәнерлі бере білген. Ойға шумға толға картинадан жұмсақтық сеземіз. Сүйріктеу қолдары мен жіңішке аяқтарын суретші өте әсерлі жазған. Ақылына көрксай әйелдің ішкі жан дүниесі мен сыртқы келбетінің үйлесімділігін тамаша суреттепті. Суретші Ивершиннің Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі деп аталатын шығармаға назар аударатын болсақ, жұмыстың орталық негізгі бөлігінде мавзолейді берген. Алдыңғы планда сол ғимаратқа ағылып жатқан халықтың қарасын көреміз. Киім үлгілеріне қарап және түйелерге қарап орта ғасырға тән кезеңді жазса керек деп айтайық. Ол жерге сол кезеңнің өзінде құлшылық етуге баратын болған. Ал қазір түркі әлемінің мәдени орталығы болып саналады. Ол түркістандық ғұлама әрі арғы тегі қожалар әулетінен болған Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейі. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті әрі пайдалы ақпараттарға толы болды деген сенімдемін балалар. Сабақтың соңында сіздерге үйде кішкентай тапсырма беремін. Қазір сіздер онлайн жүйеде оқып жатқандықтан шаттық шеңбері деп аталатын ойын жаттығуды үйде және онлайн түрде істеңіздер, жарай ма? Яғни сіз үйдегі отбасы мүшелеріне жылы сөздеріңізді айтыңыздар. Яғни мен сізді жақсы көрем, немесе бауырыңызға, ініңізге, қарындасыңызға сен сондай ақылдысың, сен сондай әдемісің деп. Және де сыныптас достарыңызға да чат арқылы жылы сөздеріңізді жазыңыздар. Яғни сен менің ең жақын досымсың, мен сені жақсы көретін достарымның бірісің, және де сен сондай тәртіптісің деген сияқты сөзді бір-бірлеріңізге жаза қойыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.